Жас жігіт жұмыстан үйге келе жатты. Өте кеш болды және ол саябақ арқылы төте жолмен жүруге бел буды. Содан кейін ол бір таңғаларлық әйелді байқады. Ол орындықта қозғалыссыз бір ғана нүктеге қарап отырды. Ол қарт әже еді. Оның қозғалмай отырғаны үрей туғызды. Кейін әже қатты жөтелді. Жігіт біртүрлі дыбысты естіді. Ол бұл дыбысқа бұрылып оны көргенде қатты таң қалды. Ол әлі де артында отырды. Бірінші қарағанда орындықтың басқа жағында еді және ол біртүрлі болды. Бірақ тұрғаннан кейін ол әрі қарай жүрді. Бұл әже қызық болып көрінді және қорқынышты бола бастады. Кенет оның алдында баяғы кемпір отырды. Тағы теріс қарап отырды және үнсіз бір нүктеге қимылсыз қарап отырды. Кейін жігіт әже отқан орындыққа жақындап, оның бетін көргісі келді. Сондықтан ол оның басына қарап тұрып, тағы қорқынышты дыбысты қайтадан естіді. Әже қорқынышты болды. Дәлірек айтқанда ол жоқ болып кетті. Кейін жалт бұрылып артыма қарасам, жаңағы әже: «Бұл не, сайтан алғыр, сіз кімсіз?» деді. Сонда оның басы дірілдеп: «Егер менің бетімді көргің келсе, онда сіз бетіңізді бұрыңыз». «Сайтан алғыр, оның басы!» Түнде саябақтың үнсіз дыбысынан мойын омыртқаларының қатты дыбысы естілді.